Міне, көпте күткен ұлыстың ұлы күні де келді. Наурыз, күнтізбелік күн бойынша жаңа жылдың алғашқы күні. Көптеген түркі мәдениеттерінде көктемгі күні мен түннің теңелген күні 21 наурызда басталады. Наурыз мейрамын тойлау дәстүрінің ежелгі тарихы бар. Оны көптеген халықтар сақтаған және қазіргі жағдайда мәдени тарихы маңызын жоғалтқан жоқ. Бұл дәстүрлер мен әдеп ғұрыптарды жаңарта отырып, жалпы адамзаттың құндылықтарды бекітетін ұлттық мереке. Наурыз мейрамы ғасырлар қойнауынан оралды және оны еліміздің барлық этностарының өкілдері тойлайды. Бұл біз барлық жақсылықты күтетін достық, бірлік мерекесі. Наурыз мейрамын тойлайтын күнде бәрі жақсы көңіл күйде болуға тырысады. Кездескенде бір-бірін құшақтайды. Барлық қиыншылықтар мен бақытсыздықтар оларды айналып өту үшін ең жақсы тілектерін білдіреді. Наурыз мейрамын тойлау күндері береке мен молшылықты білдіретін көптеген тағамдар дайындалады. Әр үйде мерекелік дастархан жайылады, ал басты тағам наурыз көже болып табылады. Наурыз мейрамының ерекше қонағы Қадыр ата. Қазақтарда күн мен түн теңелген күні ол жерді ақ киіммен айналып өтіп, гүлдеген таяғымен үйлерге кіреді және осы үйлерге бақыт келеді деген ескі наным бар. Қадыр ата. Ал құрметті жамағат, мынау келіп жеткен наурыз мерекеміз құтты болсын. 18 мың ғаламдағы бар тіршіліктің көзін бір Алла тағалам бәле желе қауіп қатерден, тілден көзден ауру сырқаудан сақтасын елімізді, халқымызды. Я Алла, бергеніңізге тәубә, беріп жатқаныңызға шүкір. Я Алла тағалам, береріңіз таусылмасыншы елімізге, халқымызға. Я Аллам, елімізді 1001 пәледен, 101 қатерден сақтай көріңізші. Халқымыз бәрімізде бай болайық, қуатты болайық, қорамыз малға толсын, үйіміз үпір-шүпір жанға толсын, даламыз 4 түлік малға толсын. Аумин!